Мен Ибраев Танжар Қабдоллалы, Ыбырай Алтынсарин мектебінің 11-ші сынып оқушысы. Жет аудандық орталық кітапхана жанынан құралған дарынды жастар шығармашылық клубының мүшесімін. Мен туған өлкем туралы кітап оқимын. Облыстық өлкетану интернет байқауына өз шығармашылығымды ұсынамын. Байтақ елім байлығысын қазақтың. Байтақ елім, жаралғансың жалыннан, нәр алғансың қазақ атты сарыннан. Сен мықтысың, байтақ елсің баянды, қазақ барда түспейсің сен тағыннан. Сен ұлысың, сенімен мен мақтанам, сен болған соң әр күніме шаттанам. Білесің бе, білмесеңдер айтайын, өз еліне пана бол деп таптанам. Әр азамат тек осылай ойласын, ешбір жігіт төмен көзін қоймасын. Туған елім біздерге ол аманат, ешқашанда қазақ атын жоймасын. Байтақ елім, байлығысын қазақтың, сақта Құдай есігінен тозақтың. Отан үшін жанын берген әр адам, түспесін еш сынын ауыл азаптың. Бейбітшілік елімнің ол ұраны, менің елім бейбіт күннің тұрағы. Болашақтың үмітімен үндескен көк байрағым жүрегімде тұрады. Менің елім түсірме еш еңсеңді, жан жағында бөтен елдер теңселді. Соғыс шарпып ана айырылды баладан, түк қалмадау сонау әсем қаладан. Халқы қашты өз елінен жерінен, татулықта кетті елінің төрінен. Менің байтақ елім мәңгі жасасын, дәл соларға жұмақтай боп көрінген. Пана болдық қанша адамға қанша елге, бөлмедік біз ешбір ұлтқа еш жерге. Міне менің туған жерім осындай, дұшпан көрмей шығарады тек төрге. Бағаландар мына менің елімді, ластамай қасиетті жерімді. Туған елім құтты болсын мерекең, арта берсін бақытың мен берекең.